өкінішке қарай көбіне көп жұптардың ажырасуына себеп болып жататын олардың достары болып жатады. Неге десеңіздер, сеніп жүрген, жүрегіміздің қақпасын олар үшін ашық қалдырған адамдарымыз кейде көмектесудің орнына қиындатады. Өздері аңғармаған жағдайда жұбайларды бірін біріне айдап салып жатады. Кинофильмдерден көп көреміз ғой, орыстар, болмаса бір еуропалықтар жолдастарымен отырғанда әйел қоңырау соғып қалады. Бұл кісі тұтқан алғанда не дейді, байқайсыздар ма? Бір да, дорогая деген сияқты гәпіре жөнеледі. Бізде ше тура осы картина қалай өруі мүмкін, айтыңыздаршы. Бір жігіттермен отырғанда әйеліңіздің қоңырауына "Я қымбаттымын, тыңдап тұрмын" деген сияқты бір сыпайы жауап қайырып көріңізші, не болар екен? Сізді бар ғой, сыпайыгершілігіңізбен қосып сыбап тасталғаныңызды шығарады. Мазақ, қылжақ, екінші мәрте "қымбаттым" деген сөзді оңашада да айта алмайтындай бір комплекске, фобияға ұрынасыз. Кәдімгі травма аласыз. Тілдік қорыңыздан шығарып, тіпті туған қызыңызға айта алмайтындай бір күйге түсіреді ғой. Адамға сүйген жарына "қымбаттым" деген сөзді қимайтындай, айтқызбайтындай біз осы кімбіз? Жорамыздың мамыражай, жақсы өмір сүргеніне ынталы емеспіз бе әлде? Әлде бір ажырасып кеткендерін қалап жүрген бір мысық тілеу, арам доспыз ба? Бір неміз бар деймін да, батыс қоғамын үлгі еткен кезде бір бәле дейміз ғой жігіттер. Олардан жарын жақсылап құрметтеуді де үйренсек қайтеді жігіттер.